Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінің аса ірі өкілдерінің бірі, ақын, жазушы, драматург. Ол 1894 жылы Жетісу өңірінде дүниеге келген. Қазақтың тұрмыс тіршілігін, табиғатын, өнерін терең жырлаған. Тыныштық пен еркіндік мекені. Осы далада атақты сері, ақын Ақан сері өмір сүрді. Ол киіз үйінде отырып, домбырасын күмбірлетіп, ән салатын. Өнер мен сұлулықты жанына серік еткен жан еді. Бірақ оның ең қымбат байлығы құлагер болатын. Құлагер жүйрік, сұлу, ешбір атқа дес бермейтін тұлпар. Ақан сері оны ерекше күтіп, баптап өсірді. Уақыт өте келе, құлагердің даңқы бүкіл елге жайылды. Ол қатысқан әр бәйгеде алдына жан салмайтын. Бір күні үлкен ас берілетіні белгілі болды. Ақан сері құлагерді бәйгеге қосты. Асқа жиналған халық құлагерді көріп, таңдай қақты. Оның сұлулығына, жүйріктігіне бәрі тамсанды. Бірақ бәрі бірдей қуана алмады. Солардың бірі Батыр Ашет. Ол құлагердің даңқын көре алмай, іштей қызғанышқа булықты. Ақыры ол қастандыққа барып, біреуге сыбырлап бұйрық берді. Бәйге басталды. Аттар жарыса шапты. Құлагер әдеттегідей алға шығып, бәрінен озып келе жатты. Бірақ кенет арам ниетті адам құлагердің жолын тосып, оны басынан ұрып өлтіріп кетті. Жүйрік тұлпар жерге құлады. Дала үнсіз қалды. Бұл сұмдықты көрген Ақан сері қайғыдан есеңгіреп қалды. Ол құлагерінен айырылды. Жүрегінің бір бөлігін жоғалтқандай болды. Қайғыға батқан ақын өзінің ең мұңды, ең ауыр әндерінің бірін шығарды. Бұл құлагерге арналған аза жыры еді. Құлагер жай ғана ат емес. Ол еркіндік пен сұлулықтың символы болды. Ал оның өлімі әділетсіздік пен қызғаныштың салдары еді. Құлагер қазақ әдебиетіндегі терең мағыналы шығарма. Оның басты маңызы өнер мен сұлулықтың тағдырын, әділетсіздік пен қызғаныштың зардабын көрсетуінде. Ақын Ильяс Жансүгіров Ақан сері мен құлагер арқылы нағыз таланттың жиі түсінілмей, қорлық көретінін жеткізеді. Бұл шығарма адамды әділ болуға, өнерді бағалауға және іштарлықтан аулақ болуға үндейді.